Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз интерактивті тапсырмалар жасаудың екінші бөлімі Wordwell'ді айтатын боламыз. Wordwell'ға кіру үшін Google браузерін ашамыз. Іздеу жолағына Wordwell деп жазамыз. Бірінші тұрған сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін жоғарғы үстінде тіркелу батырмасын басамыз. Алдымызда тіркелу шығады. Үстінде Google мен кіру деген тұр. Соны бассақ, тікелей Google аккаунтымызбен кіре береміз. Мен соны бастым, тікелей Google аккаунтымен кірдім. Ең бірінші бұл жерде бізде бастапқы бет, яғни бұл жерде біз қандай жаттығуларды жасай аламыз, қандай тапсырмалар құрастыра аламыз, солар көрсетіледі. Әзірше тегін бізде 16 жаттығу көрсетілген, біз соның 5-еуін тегін түрде қолдана аламыз. Әрі қарай менің тапсырмаларым әзірше бұл папка бізде бос, тапсырмаларымыз кейін орналасады. Одан кейін мои результаты. Әрі қарай тапсырма құру батырмасы көк түспен белгіленіп тұр. Соны басқанда алдымыздан осылай 16 жаттығу түрі шығады. Қарасаңыздар, біріншісінде 16 жаттығу бізге тегінде, одан кейін про версиясында бізде неактивный болып тұр. Қарасаңыздар, бұл уже платный. Енді жаттығу жасап көрейік. Қазір самолет жаттығуын таңдадым. Ашқаннан кейін бірінші названиясын жазамыз, тапсырманың тақырыбын. Әрі қарай бізде инструкция беріледі. Яғни бірінші жерде біз сұрағымызды қоюымыз керек. Одан кейін оның дұрыс жауаптарын көрсетуіміз қажет. Әрі қарай келесі сұрақ керек болатын болса, онда добавить вопрос дегенді басамыз. Мына жерде төменгі жағында тұр. Барлығын орнатып біткеннен кейін орындау, яғни выполнено дегенді басамыз. Көкпен тұр төменгі жақта. Әрі қарай алдымызда мынандай ойынымыз дайын түрде шығады. Осы кезде начать батырмасын басамыз. Уже ойынымыз дайын. Шақ ұшып баратыр. Міне қарасаңыздар, оны тінтуірдің көмегімен немесе жоғарғы төмен батырмалармен жүргізу арқылы мына бұлттардың арасына дұрысына апарымыз керек. Мысалға, мен әншіге тидім, бұл уже қате болып тұр. Егер ақынға барсам, дұрыс әні, дұрыс птичка шығады. Сонымен қатар біз осы жаттығудың оң жағында тұрғандармен өзгерте аламыз түрін. Самолеттің астында бізде викторина тұр. Соны басайық, яғни бұл жаттығымыз викторина түрінде көрсетілетін болады. Дегенде тест түрінде көрсетіледі. Келесі бізде анаграмма, яғни сөзді дұрыс құрау керек, әріптерді дұрыс қоямыз. Мысалға, Абай кім? Осыны аламыз да ақын, яғни рет-ретімен қойып шығамыз. Бізде уже бағалау жүзеге асады, идеально, +8 деп. Осылай бір жаттығудың өзінен 4 жаттығу шығаруға болады. Тиімділігі осында. Лабиринт түрінде де қойсақ болады. Мысалы, лабиринт таңдадық, уже бұл ойын түрінде жүзеге асады. Міне қосылды лабиринтіміз. Енді осы жерден басталады. Ақын, сазгер, әрнегіні яшықта тұр. Соған мынау біз қатаспай баруымыз керек. Ол үшін тінтуірдің көмегімен алдыға қарай жүреміз. Яғни бала ойын арқылы уже тапсырманы бекіте бастайды. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде поле чудес деген бар, яғни айналдыру арқылы сұрақтарды жасауға болады. Бұл жерге дәл жаңағындай бірінші атау беріп аламыз. Осында бізде көрсетілген, яғни сұрағымызды қойып аламыз. Яғни бірақ сұрақ, дұрыс жауаптар көрсетілмейді бұл жерде. Астына добавить элементпен келесі сұрағымызды екінші сұрақты қоямыз. Осылай выполнено басамыз. Бұны көбінесе 21-ші ғасыр көшбасшысы сияқты зияткер ойындарда қолданған тиімді. Енді әрі қарай начатты басамыз. Мына жерде раскрутить его деп тұр, соны бассақ, айналады. Яғни бала тоқта дегенше айналдыра бересіз осы кнопканы басу арқылы. Одан кейін тоқтады десең стоп, яғни осы жерде қоясыз, айналып, оған сұрақ қояды. Мысалы, тәуелсіздікті қашан алдық? Бала жауап береді. Дәл осылай оның түрлерінде өзгертсек болады оң жағымен. Яғни бірінші карта арқылы ойынды көрсетсек болады. Мысалы, осымызда картаны бала таңдайды, мынаны есепте. Одан кейін картаны қайттан алмастыруға болады, яғни перетасовать деген түр. Осылармен әртүрлі тапсырмалар құрастыруға болады. Одан өзге келесі яшықты өзгерт дегенді таңдап мынандай жасауға болады. Яғни кез келген яшықты таңда деп ұйымдастыруға болады. Яшық ашылды, ол сұрақты алады. Яғни бұны бекіту тапсырмасы немесе миға шабуыл дегендерді осыны қолдансақ, өте әдемі көрінеді сабағымыз. Одан кейін анаграмма түрінде жасасақ болады. Бұл жерде бала сұрақты бірінші құрастырып алады, содан кейін жауап береді. Начатты басамыз, мысалы сұрақты құрастырып алады. Абай кім? Әрмен қарай жауап береді осы сұраққа. Түрде балл беріліп, идеально деп
бағалау жүргізіледі тапсырмадан кейін. Енді келесі жаттығу жасап көрейік. Ойын ретінде болсын бұл жаттығуымыз, яғни викторина түрінде деп айтсақ та болады. Осыны аламыз. Сіздерге белгілі бір жерден бір жерге атауын жазып қоямыз. Одан кейін тест сұрақтар түрінде өтеді викторина. Сол жерде сұрақтарды қойсақ болады. Бұл ойында міндетті түрде 5 сұрақ қою керек. Яғни 5 сұрақты добавить вопрос деп 5 сұрағымызды қойып шығамыз. Одан кейін выполненаны басамыз. Ойын түрінде болады. Quiz show деп басталады. Бұл жерде сұрақтарға дұрыс жауап берген кезде балдар беріліп отырады. Және сергіту ретінде десек те болады. Бонус балл ретінде ойындарда бар ортасында. Тапсырмаларымыздың, ойындарымызды басқа жаққа жіберу үшін, ссылкасын алу үшін поделицияны басамыз. Одан кейін жариялауды басып, берілген ссылканы белгілеп, копировать етеміз де WhatsApp желісіне болсын, сайтымызға болсын қойсақ, міндетті түрде ашылады. Сабақ сіздерге түсінікті